Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалын атқан сөз дайында. Тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қозғайында. Аман жол Рахымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын. Біреудің жұртта қалған жасығымын, біреудің аспандағы асылымын. 10 жыл зарыға күткен, менің арманым болған асыл жарым Сақып Жамал. Е, мен оны 10 жыл күттім. Бірақ қамшының сабындай түлкі бұланға салған қысқа өмір күтуге уақыт беріпті де, біз екеумізге мәңгі бірге болуды жазбапты. Бір шаңырақ астында Сақып Жамал екеуміз бен қыздарымыз Жанна, Дариға мен біз небәрі 8 жыл бірге ғұмыр кештік. Бұл махаббат дастаны арқа даласында мен дүниеге келген кезден ақ маңдайыма жазылып қойса керек. Жазымыштан озмыш жоқ демекші, тағдыр мені толқынына салып, болашақ жарым мекен ететін Орал қаласына айдап әкелді. Тағдыр бізді бір арнаға 1936 жылдың көктемінде тоғыстырды. Кездесіп танысуымызға Сақып Жамалдың жары Әнуар Сейдахметов себепші болды. Бірінші күйеуі кадровый офицер. Ол Әнуар өзі де өлең жазатын. Бірақ ол офицер болған, сондықтан өлең жай хобби деп түскен. Ол концертке барған. Онда танысты ақындармен, Қасыммен, Тілекмен. Өз үйге шақырды. 1 май мереке, анау-мынау деп. Үйге әкеліп, мұны шешедегі сәпен, мен қонақтарда кел, шай дайында, анау-мынау деп. Міне, мен осылай досымның шаңырағының табалдырығын аттап, оның жары Сақып Жамалды көрдім. Көрдім де ғашық болдым. Бір көргеннен және мәңгілікке, жүрекке шоқ түсті. Неткен сұлу жан, жүректегі шоқ алаулап, өртке айналып барады. Өзімді қоярға жер табар емеспін. Қалайда досымның жарына сезімді білдіруім керек. Мамам айтады, мен кухняда отырып, нан еледім, бауырсақ. Қасым кухняға кірді, маған бір стақан су беріңізші. Мен құйдым, бердім. Жай тағы да онды таным. Ол суды ішіп, мені бателға сүйіп қалды. Кетті. Мен сонда ұялдым, тұрдым, білмеймін, тестемді, 5 бармақ уже дайын. Қалай оны қонақтарға берем деп тұрдым. Сен тұр едің сыбанып білегіңді, мен жүредім қолға алып жүрегімді. Сонда сенің жаныңа жайлап келіп білесің бе, бас салып сүйгенімді. Құшырлана сүйдім мен, кеттім балқып, бір қиянат жасадым сені ұялтып. Не болғанын өзім де аңғар алмай, кете бардым жөніме ойға батып. Сол бір сәт жыр шумағы болып кеудемде сайрап тұрды. Мен сүйді екен деп біреудің жары соңынан еріп кете ме? Жарының досының қылығына таң қалып ол қала берді. Сұрапыл сезіммен алысып, мен кете бардым. Содан бері аралап бақшаларды, сүйдім талай сыланған сұлуларды, сүйген сайын сұлуды көз алдымда, сенің бейнең елестеп тұра қалады. Сол баяғы сүзілген қара көзің, ойға шомған мүләйім алма жүзің, сәулеленіп алдында тұра берді, жаныма жаз орнатып бал мінезің. Ойға батып елжіреп көз жұмулы, жая бердім әйтеуір құшағымды. Не болғанын ұмытып талай рет, сен екен деп сүйіппін жат сұлуды. Армандадым, енді мен не тілермін, жат болсаң да,
бақытты болшы дермін. Бұндай жыр шумақтардың мың санын Сақып Жамалға хат арқылы жолдап көрдім. Одан келген жауап біреу ғана болды. Мамам айтачын, жындысыман, мен күйеуім бар, балам бар, ненде деп барам деп. Менің әкем опять күні маза бермей, келетін де, жазатын да өлеңдерді. Әйтеуір әйелдер оған да Киевқа хат жазды. Вот сен онда отырдың Киевта, а вот сенің әйеліне біреу қандайды бір жігіт маза бермей, жүр. Ол айтты, сендердің жұмысын болмасын. Ол қызғаныш болған жоқ. Мен білемін бұл жігітті, ол ақындарға біреуге қашық болу керек. Өйткені өлең болу шықпайды деп. Мен өзімді өлең жазам білемін. Өзім келем, өзім разберуся жүрмейді. Қайда жүрсең аман бол, өміріңді тілеймін, сенен басқа сертім сол, ешбір жанды сүймеймін. Жүрекке әмір жүрмейді десе де, сезіміме амалсыз тұсау салдым. Бірақ үмітімді үзбедім. Жүрек жарасына дауа іздеп, махаббатымды алмастырар алданыш табан ба деп сенделе бердім. Жас дәурен гүл жазира қайран жасын тыңдаған ерке сұлу айтқан назын әсем ән шабытты күй салдым бұрғай жігіттің тебірентесің өнер тазын. Соғыс, бар арман мақсат, мөлдір махаббат қалтарыста қала берді. Қаламды қаруға алмастырып, отан алдындағы борышты өтеу үшін алды-артымызға қарамай аттанып кеттік. Онда да домбырамды тастамай самодеятельность болды. Фронттарға барып, солдаттарға өлең айтып, солай жүрген. Сонда оған именной сағат берген, грамота берген, активист сондай болды. Үстімде сұр шинелім, ақсаңдай басып келемін, қанды қырғын қызыл от, қаптап жүр ажал дегенін. Үстімде сұр шинелім, ақсаңдай басып келемін, қағып соғып жығарма оңайлықпен мен өлім. Үстімде сұр шинелім, ақсаңдай басып келемін, баяғы қасым, бір қасым, баяғы күйім, өлеңім. Үстімде сұр шинелім, ақсаңдай басып келемін, ұмытса да достарым, ұмытар ма мен елім. Жаумен жағаласып жүрсем де, жүрек түкпіріндегі сол бір жанды ұмытқан емеспін. Күйеуін соғысқа аттандырып, шиеттей баламен жалғыз қалған Сақып Жамалымның жағдайы қалай екен? Мені есіне алама деген сан ойлар окопта жатқан сәтте мені жиі мазалайтын еді. Қайдасың, махаббаттың періштесі, жаныма жақынырақ ұшып келші, қолға алып жүрегімді жалбарынам, жұбатшы, жан қайғысын есіркеші. Періштем, сүйген сәулем, қалқа жаным, тәтті үміт сүйінішім ұлы арманым, тыңдашы, құлағыңа жетер мекен, сағынып сені сәулем, салған әнім. Кім айтар, шын ғашық мен емес деп, мұншама ғашық болар сөз емес деп, қалайын құшақ жайып көз алдымнан өтсеңші, ең болмаса бір елес деп.
әлде сен тәтті ұйқыңның құшағында маужырап, еш алаңсыз жатырсың ба? Түс болып барайын да сырласайын, соғуын жүрегімнің тыңда, тыңда. Соғыс басталысымен Алматыға қоныс аударған Сақып Жамалдың махаббат жайлы ойлайтын жағдайы болмапты. Күндіз түні фронттағы солдаттарға киім тігу, күнделікті тамақ асырау жасы 20-ға енді толған Сақып Жамалының мойнында болыпты. Оның үстіне жығылғанға жұдырық болғандай, кішкентайы суық тиіп шетінеп кетіпті. Одан қала берді жары Әнуардан 43-ші жылы қара қағазы келеді. 10 жыл өтті, 40 жыл, 6-шы жыл. Оны да білейін деп, қалай еді сапен тұратын деп. Оны бір жөді жолдас болған, ол да Талғарда тұрған. Мамам өзі Талғарда тұрған. Ануардың туыстары тұнда болған. Ол да сұрады жөді. Досына, сен қарай көр, қалай ол мынау деді. Мамам айтады, қайда барсам да бір жігіт аузына шығады. Түк білмеймін, білмеймін, базарға байсам, ол байсам, танда барсам да ол шығады. Айтқан мені маған кетеді, нужен мынадай. Мен оны штаб алдым, сен немене мені аңдып жүрсің. Ол ой, кешіріңіз, апа, мені Қасым Аманжолов сұрады, қалай жүрсіз деп, ол сізді ұмытпай жүр. Мамам айтын, қалай жүрмін. Жеті қадым ол, менің күйеуім соғыста, бірінші балам соғыста да қайтыс болған, менен кеп болған. Молоденностен көген. Вот жүрмін кішкентай қызы мен. 10 жыл өтсе де, Сақып Жамал әлі де жүрегімнің төрінде. Алғаш көрген кезде сезім шоғы қалай тұтанып, алапат өртке айналса, сол қалпында мені әлі іштей жеп келеді. Соғыстың оғынан да сақтап қалған мені осы бір сезім бе дедім. Сақып Жамалымнан досым арқылы бір хабар алдымда, махаббатыммен қауышуға еш кедергі жоғын түсіндім. Түсіндім де, жүрегім мен жырымды алып, Сақып Жамалыма бардым. Менің папам оған келді. Мен айтты, Алла білет, мода оның өлімі қаламадым деп. Бірақ солай болса деп, не істерім көзі. Бірақ шықма. 10 жыл мен сен ойладым. Вот қартайсан да бәрі бір мен сені алам деп. Сондықтан шықшы маған деп. Мамам айтты, олай 10 жыл мені күтсе, жақсы жігіт шығаршы деп. Солай шықты. Міне, армандағы жанға мен осылай қол жеткіздім. 2 жарты бір бүтін болып, болашаққа бірге аттандық. Досымның тұяғы болып қалған Жанна қызымды да бауырыма бастым. Әке орнына әке болуды мақсат еттім. Әкеміз Дариға екеумізді бөлмейтін, екеумізді де жақсы көретін. Екеумізге де қаншама өлең шығарды. Кейін балаларға арналған кішкентай кітаптар шықты. Менің алғашқы кітабым деген кітап Жанна дейтін. Осы кітап ішіндегі өлеңнің барлығы маған арналған. Жанна дейтін. Артқа тастап алтыны Жанна жетті жетіге. Жазды бастап абыны бірді қосып екіге. Менің әкем сұрайды ғой, кім боласың деп. Сонда былай айтады екен. Артист болып ән салам. Апа, папа кел дейді. Өзім шығып қарсы алам. Билетсіз ақ ен дейді. Әпкесі биыл 7-де, бөпесі шықты 2-ге. Екеуі татты соншама, қай уақытта болса да. Жаннаның фамилияны өзіне жазған жоқ, өйткені оның Ануардың жалғыз көзі, сондықтан қалсын. Жанна Ануардың Тахметова болып жүр.
Әкеміз, шешемізді сондай жақсы көретін. Орысша айтқанда музасы болатын біздің шешеміз. Шешеміздің барлығы білет, сонша әдемі әйел болатын. Сол шешемізге қарап көп әндер шығарған. Сақып Жамал, бір өзіңде екі әйелдің аты бар. Күн боп көзің күлгеніңде қабағыңнан ай туар. Сол кез саған қарай берем, көрмегендей мен бұрын, жанның сырын жатқан терең, оқи берем жасырын. Сенен артық жан табам деп ойлайтын жан мен емес. Қате бассам, кетсем желдеп, өзің сотта, өзің кеш. Өмірлік музама қол жеткізген соң, өлең шіркіннің ағыны күшейе түсті. Осылай менің махаббат лирикам толға берді. Шабытым шалқарланып, әдебиет әлемім көркейе түсті. Сүйген жарым шабытыма шабыт қосып, мені әке атандырды. Дүниеге Дариға келді. Соғыс кезінде жарық көрген Дариға сол қыз әні кішкентай сәбиімнің есімі болып қалды. Жас жігіт емес, түк білмейтін. Сондықтан адам оны мені өте жақсы көрген. Бірақ әлпештеп, қолы ұстап, мен сондай жылауық болғанмын. Мамам айтады, түні бойы жылауық бітім кет. Бірақ ол ашқашаны ұрысқан жоқ, ана болады қойдай әйел баланы тыныштат деп. Өзі шығатты мені так. Ол айтатын, ой, домбыраны ойнаймын, жылай береді, гармонды ойнаймын, тағы да жылай береді. Сонан скрипканы ойсам, ұйықтап қалады кірді. Жан, мамам, әкеме сонда ұнады, ой, қандай музыканы мен ұққызым деді. Ол армандады, оған пианино алам деп, композитор жасаймын деп. Ну, пианино ол кейін, ол қайтыс болғаннан кейін, ана вот үш томдық шықты, вот оның гонорарынан мамам өді. Оның тағы досы болған, Қасым Тоғызақов, вот олар маған пианино әперді. Дариғашым, Дариғашым, қуанышым балақаным, шешең сәпен, әкең Қасым, жайды саған алақанын. Құсымыз болып қондың қолға, махаббаттың бал бөбегі, көп күттіріп келдің зорға, өмірімнің бар керегі. Өңім демедей, төсім демедей, көрбем ғой бір армандай қызды. Бір нәзік сәуле көзімде беду, сорапыл соғыс соқты да бұзды. Сапырды дауыл, тебіренді теңіз, толады толқын, шайқалды шыңғыс. Қып-қызыл өрттің ішінде жүрміз, қайдекең қайда Дариғай сол қыз. Папалаған қос құлыным сүйікті жарым мен шағын мемлекет болып құрыла бастадық. Семья шағын мемлекет, мен президент, сен премьер, арттым саған көп міндет, премьер жолдас, бер премьер. Жауаптымыз сізбен біз, ұқсын басқа ұқпасын, мемлекетке тәуелсіз дұшпан қолын сұқпасын. Сүйеліңді үйіңдей, сүй үйіңді еліңдей, көкіректегі күйіңдей, жырыңды жаз ерінбей. Бір қараған жан, сүйгені қасында, бала шағасы жанында, қаламы қолында, ақын Қасымға не керектер? Десе де, соғыстан кейін денсаулықтың дімкәстігі, үйдің жоқтығы, өзімді қанша бақытты сезінгім келсе де, көңілге қаяу әкеле берді. Берсең бер,
Бермесең қой баспанаңды, сонда да тастамаспын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытармын, өзімді, әйелімді, жас баламды деп ашынған тұстарым да болды. Бұндай сәттерде ақын жанынан демеу, соғыс ардагеріне сүйеу бола білген асыл жарым Сақып Жамал болды. Қазіргінің соғыстан сағаттанып келген кезде айтайықшы, қиналып келген кезде, баспана ала алмай жүрген кезде, соның бәрінде ұлжаған кім айта берсем. Бірақ сол 8 жыл өбектеп бағып, ақырғы демі қалғанша көзі көрмей, құлағы естімей бастаған Қасымды құшақтап отырып өбектеп, кім келді, кім қойды, кім не айтты барлығын бауырына басып отырған. Ана осы отырған үйіміздің өзі, мынау Қасым Аманжоловтың қыздарының үйі, Дариға мен Жаннаның үйі қасиетті шаңырақ болды. Енді осы үйден тура осы шаңырақты, осы босағадан болмағымен осы үйді күзетіп, Сақып Жамал жеңгеміз өлгенше махаббат адалдықтың үлгісін көрсетті. Қасым бүкіл мұрасына еге болды. Көңіл жүйрік адам. Мен Қасекеңнің 100 жылдығында Сақынның жары деген балла да жаздым. Сол балладан арқылы республикалық мүшелерде жүлде алдым. Соның ішінде бір енді ұзақтау нәрсе, Қасымның бақыты болған адам. Сөзбенен сомдап, тазасын батын, жүрекке мәңгі жазасын батын, ақылман әйел, ақынның бағы, ақынның соры, мазасыз қатын, ең аяғында сол Сақып Жамалдың тізесіне басын қойып өмірден өткен Қасымның махаббат туралы жыр ғой бұл енді. Жанмен қоса, тән жарасымен алысып, мен де өмірден оздым. Жүрегім тоқтаса да, жанымның түкпірінде мәңгі орын алған махаббат дастаны әлі де тоқтаған жоқ, тоқтамайды да. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кете барады. Өзгеме сөзім айтамыз жайымда, жүректеу жанын атқан сөз дайындау, тереңде тынып жатқан дауыл күйде, тербетіп тулатып бір қозғайындай. Аман жол Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімдей, қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін бұл өмірімнің бір шетіндей. Сол жерге қалармын ба мәңгі тоқтап, жоғалып жер бетінен сүріліп соқпақ. Әлде мен екінші өмір бастармын ба, жалынды жыр жолында қызыл шоққа. Сен қандай бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап, жаңғыртып жер жаһанды сен келгендей, жатармын қырында мен көрпе қымтап. Өкінбен менде бір күн өлемін деп, өкіннен ұқсап алмай келемін деп, күнінен мұң ойланып жүз толғанам, өзіммен өлмесінші өлеңім деп. Барымдау бақытымда осы өлеңім, жақыным жүрегімнің дос өлеңім. Өмірге келгенім жоқ бостан босқа, мен қайтып босқа жасап бос өлемін. Сөзім жыр лебізім күй еркеледім, өз елім жерімде еркеледім. Өмірдің алтын сарай аспанында, қиялым қақты қанат ерте менің. Ризамын туғаным ауадан болып, өкінбен қалармын деп бір күн солып. Адамзат сапарының мейманымыз, бір мезгіл жер бетіне кетер соғып. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы, көрушің құбылысты қайдағы. Дариға-ау, сен де бір күн сөнермісің, қап-қара түнек болып маңайдағы.
аянған жүрегім жоқ жолдасымнан, сый көрдім небір сараң ол қасымнан. Жолдастың жүзін жинап алдым қайта, айырылсам ала көңіл он досымнан. Қасыммын, сол қасыммын, бір қасыммын, бақытын ойламайтын бір басыммын. Тымырсық түнек болсаң дұшпаныңмын, ақ көңіл адал болсаң сырласыңмын. Болармын ақын қасым әлі де мен, өлеңін бөбегінде әлдиреген, қанатын қағып жылдам келер жылдар, бәрінде қарсы аламын ән күйменен. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Дауылдай өртке тиген өлеңімдей, қасымның өзі емес деп кім айтарсың? Сондықтан әпкел береді домбыраңды, кеудеме күйған атты қондыр әнді. Берейін өмірімнен өлең жасап, шашайын оңды солды мол мұрамды. Берейін өмірімнен өлең жасап, шашайын оңды солды мол мұрамды.